Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге өте тез дайындалатын дрожжсыз айранға үйленген май шелпекті ұсынып отырмын. Арапа күніне осылай жасасаңыздар болады. Бұны айттық май шелпек деп атаймыз. Егер де менің шелпегімнің рецепті сіздерге ұнап жатса, каналға тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. 200 грамм айранға тұзымды сап алдым. Енді екі жұмыртқа жарып салам. Енді айран салқын болғандықтан жылы судан құйып, сонда бізде 250-300-дей болады. Сосын майонездің 3 столовый ложка салам. Майонез қосатын себебім, бұны идей салып пісіре беруге болады. Сондықтан да бұны май шелпек, тез дайындалатын шелпек деп атаймыз. Қазір сода салдым. Сода салған кезде реакцияласы мынандай көпіршиді. Сол кезде біз ұнды сала бастауымыз керек. Осы кезде ұнды салып илейтін болсақ, қамырымыз ашытуды қажет етпейді де, идей салып 5 минуттан кейін, сәл июі тынғаннан кейін шелпегімізді жайып пісіре береміз. Қазір қолдың көмегімен илеймін қамырды. Қамыр жұмсақ болу керек. Жұмсақтық осындай болу керек. Сонда әдемі жұмсақ болады шелпегіміз. Осындай бөліктерге бөліп аламыз. Шелпек қалың болады. Кәдімгі шелпектен айырмашылығы май шелпек қалың болады. Кәдімгі кішігірім бір зуаладай болады да. Бірақ өте таза піседі, шикі болмайды. Осындай зуала сол бір шелпек болады. Осыны жаям осылай. Шелпектерімізді осылай жайып алып дайындап қойғаннан кейін алдын ала қызып тұрған майға жайлап саламыз. Май қатты қызбау керек. Өйткені шелпегіміз май шелпек, қалың шелпек. Баяу орташа отта екі бетін ауыстыра отырып жайлап пісіріп аламыз. Осылай әдемі қып-қызыл шелпегіміз дайын болады. Достар, бәріңізге кеңес беремін. Өстіп тез арада дайын болатын ашта салып пісірілетін шелпекті жасап көріңіздер. Өте оңай әрі тез. Міне біздің шелпегіміз, арапа күні пісірілген шелпегіміз айтқанын алып дайын болды. Өте әдемі көтерілген. Достар, егер де менің шелпек пісірудегі рецептерім сіздерге ұнап жатса, каналға тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.